Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін күріштен маска жасайтын боламыз. Күріш ол сұлулықта қолданатын өнімдердің бірі болып саналады. Оның құрамындағы витаминдер біздің терімізге өте қажетті. Күріштен көбінде тоник, маска жасалады. Мен бүгін екеуін де жасауды сіздерге көрсететін боламын. Жалпы күріш ол безеулерді кетіреді, беттің майын алады және ағартады бетті, және беттегі дақтарды, қара дақтарды кетіреді. Ең маңызды ингредиент ол бізде күріш болады. Күріштен тоник және маска жасайтын боламыз. Және маска жасауға сүт қолданамыз және бал қолданамыз. Бірінші күрішімізді осылай ыдысқа салып, қазанға саламыз, астына от жағып, үстіне су құямыз. Су құйып, баяу отта 15-20 минуттай қайнатамыз. Міне осылай қайнағаннан соң кішкене суын күтеміз. Міне дайын болды. Енді осыны суын бөлек бір ыдысқа сүзіп аламыз. Бізге суын тоник ретінде қолданамыз, ал ішіндегі күрішін ол маска ретінде қолданатын боламыз. Осылай сүзіп аламыз. Марлымен суын жақсылап сүзіп аламыз. Осы суды 3 күн қолдануға болады. Бетіңізге тоник ретінде жағуға болады. Масканы 1 рет қолданамыз. Аптасына бұл масканы 2 рет жасап тұрсаңыз болады. Бетіңізді ағартады, дақтарды кетіреді. Міне осылай, осы дәкенің үстінде тұрған кезде күрішін мұжып-мұжып неге айналдырамыз? Ботқаға айналдырамыз. Сосын үстіне сүт құямыз. 3-4 қасықтай. Мен мұна 3 қасықтай құйдым және 1 қасық бал. Осылай балды қосып, жақсылап араластыру керек. 3 ингредиент жақсылап араласқанша міне араластырамыз. Бұл қоспаны бірінші бетімізді жақсылап тазартып барып жағу керек. Жақсылап араластырамыз. Білесіздер, бал, сүт ол бетімізге күшті көмектеседі. Бірінші ватный дисктің көмегімен алғашында алған тоникімізді, күріштен жасалған тоникімізбен бетімізді сүртіп аламыз. Бұл бетіміздің майын алады және порларын ашып, масканы жағуға дайындайды. Міне осылай сүртіп аламыз. Сосын маскамызды алып, бетімізге бір тегіс етіп жағамыз. Жақсылап жағамыз, мойнымызға да жағамыз, асықпай әдемілеп жағамыз. Және оны 20 минуттай ұстаймыз. 20 минуттан соң бөлме температурасындағы сумен жуып, және қағазбен 1 реттік салфеткамен сүртіп тастаймыз. Сосын өзіңіздің ылғалдандырушы креміңізді қолдансаңыз болады. Осылай маскадан соң бетіміз демалып, жақсы болып қалады. Міне жуып тастаймыз. Міне осылай бетіміз жылтырап әдемі болады. Жасап көріңіз және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.